Фильмнің оқиғасы 10 жастағы Наташа есімді қыздан басталады. Ол әкесімен түнгі клубта болып, көңілді уақыт өткізіп жүрген еді. Біз оның ата-анасы ажырасқанын білеміз. Сол түні Наташаның әкесі қатты мас болып, қызының ертеңгі сабағын ұмытып, оны уақытында үйіне қайтармады. Тек түн ортасында ғана оны анасының үйіне апарды. Наташа бар болғаны 2-ақ сағат ұйықтап үлгерді. Таңертең анасы оны оятып, мектепке баруын талап етті. Бірақ Наташа әлі ұйқысы қанбағанын айтып шағымданды. Анасы оған түнгі клубтардың балаларға арналмағанын ескертті. Егер ол тағы да клубқа барса, оны әкесімен бірге жібермейтінін айтты. Бірақ Наташа анасына қарсы шығып, әкесінің оны жақсы көретінін және қуантқысы келетінін, ал анасының керісінше, оған қатаң қарайтынын айтып, ренішін білдірді. Бұл сөздер анасының ашуын келтірді. Ол Наташаны шапалақпен тартып жіберді. Бірақ сол сәтте ақ кінәсін түсініп, кешірім сұрағысы келді. Алайда, Наташа ештеңе деместен сөмкесін алып, мектепке кетіп қалды. Жолда келе жатқанда, көліктен бір ер адам түсіп, оны күштеп алып кетті. Бірақ осы сәтті кішкентай бір қыз байқап, куәгер болды. Ұрлап кеткен адам Наташаны өз үйіне алып барды. Үйге кірген соң, оны жерасты бөлмесіне апарып, есікті құлыптап тастады. Біраз уақыттан кейін Наташа есін жиды. Ол өзін кішкентай, оқшауланған бөлмеде, есік құлыптаулы күйде тапты. Сол кезде ғана өзінің ұрланғанын түсінді. Бір кезде әлгі адам бөлмеге кіріп, төсекті алып шықты. Наташа бар даусымен айғайлап, көмек сұрауға тырысты. Бірақ бұл бекер еді. Өйткені бөлменің дыбыс оқшаулауы бар екенін байқады. Бөлмеден шығудың жалғыз жолы кішкентай желдеткіш саңылауы еді. 3 күн өткен соң, оны ұрлаған адамның есімі Вольфганг екені белгілі болды. Сол күні ол Наташаға біраз тамақ пен ертегі кітаптарын алып келді. Бөлмеге кіргенде Наташа қатты қорқып, үндемеді. Вольфганг оған ертегі оқып берді. Сосын кетуге бет алғанда, Наташа анасынан көріп үйренгенін айтып, маңдайынан сүйін сұрады. Вольфганг бастапқыда тосылып қалды. Бірақ кейін маңдайынан сүйіп, бөлмеден шығып кетті. Келесі күні Вольфганг Наташаның ұрлануы туралы жаңалықтарды қарап отырды. Ол кезде оның анасы да үйде болатын. Анасы оған жиі келіп тамақ жасап, үйін тазалап кететін. Вольфгангтың анасы жаңалықтан қыздың ұрланғанын көріп таңғалды. Ол ұлына қарап, бұл қызды кім ұрлады деп сұрады. Вольфганг сабырлы түрде, мұндай қадамға баратын адам ақылынан адасқан шығар. Оны жақында ұстайды деп жауап берді. Анасы үйді жинап, тамақ әзірлегеннен кейін кетіп қалды. Ал Вольфганг болса, Наташаның шашын жуу үшін оның бөлмесіне барды. Бірақ сол сәтте Наташа одан анасымен хабарласуды сұрады. Ол хат жазып, анасына өзінің аман екенін және жағдайының жақсы екенін жеткізуді өтінді. Себебі анасы қатты уайымдайтынын білді. Алайда Вольфганг оның өтінішінен бас тартты. Ол Наташаға: "Мен сенің отбасыңнан ақша талап еттім. Егер олар сені шын жақсы көрсе, төлем жасар еді. Бірақ олар жауап бермеді. Бұл олардың сені жақсы көрмейтінін білдіреді" деді. Наташа бұл сөздерге сенбеді. Ол айқайлап, Вольфгангты өтірікші деп атады. Вольфганг ашуланып, Наташаның басын сабынды суға батырып, тұншықтыра бастады. Кетер алдында ол бұл бөлмені жинастыр. "Егер тазаламасаң өлтіремін" деп қорқытады. Бір күні Вольфганг анасы және әжесімен бақшада отырған еді. Сол кезде полиция келіп, үйді тексеруге рұқсат сұрады. Себебі бір қыз Вольфгангтың кішкентай қызды ұрлағанына куә болған. Тексеру кезінде полиция ештеңе таппады. Полицейлер Вольфгангтан қыз ұрланған кезде қайда болғанын сұрады. Ол: "Мен сол уақытта ұйықтап жатқанмын" деп жауап берді. Сондықтан полиция оған күмән келтірмей кетіп қалды. Осы сәтте Наташа қатты қайғырды. Себебі ата-анасын сағынып, оларды көруді аңсады. Сол кезде бөлмеге Вольфганг кірді. Ол Наташаға тамақ әкелген еді. Наташа одан сағат алып келуін сұрады. Ол күндерді санап, қанша уақыт ұрыда болғанын білгісі келді. Вольфганг келісімін берді. Бірақ бір шарт қойды: "Егер менің айтқанымды орындайтын болсаң ғана сағат беремін" деді. Наташа амалсыздан бұл шартқа көнді. Сол күннен бастап Вольфганг бөлмеге қабырға арқылы сөйлесуге болатын шағын байланыс құрылғысын орнатты. Бір күні Наташа кенеттен сұрақ қойды: "Сен де мен сияқты жалғызсың ба?" Бірақ Вольфганг жауап бермеді. Бөлмеден шығып кетті. Ол түн бойы осы сұрақ жайлы ойланды. Наташа не үшін бұлай сұрады? Бірақ ол бұл сұраққа нақты жауап таба алмады. Келесі таң атқанда Наташаның ұрланғанына 183 күн өткенін білдік. Осы уақытта Наташа жаңа өміріне бейімделе бастады. Ол бөлменің ішінде ойын ойнап, өзін профессор секілді сезінді. Кейін қабырғаға мысықтың суретін салып қойды. Вольфганг оған қабырғадағы құрылғы арқылы сөйлесіп түсіңді жу. "Менің айтқандарымды орында" деп бұйырды. Наташа оған бағынғандай болып айтқанын жасады. Бірақ бұл кезде ол бір жоспар ойластырды. Ол қолына біраз тамақты жағып, терісіне жара шыққандай етіп көрсетті. Кейін Вольфганг бөлмеге кіргенде, Наташа оған: "Менің терімде ауру пайда болды. Мені дәрігерге апаруың керек" дейді. Бірақ Вольфганг оның қолдарын ұстап, алдап тұрғанын бірден білді. Наташаның өзін алдамақ болғанын түсінген соң, оны жазалауға шешім қабылдады. Ол оған 4 күн бойы тамақ бермеуге бекінді. Осы күндері Наташа тек су ішті. Ол әбден әлсіреп, қуаты қалмады. Вольфганг қабырғадағы құрылғы арқылы сөйлесіп, оған "Менің бұйрықтарыма бағын. Егер қарсы шықсаң, салдары ауыр болады" деді. Наташа жазадан қорқып,
бұйрықтарды орындауға келісімін берді. Осылайша Наташаның ұрланғанына 4 жыл өтті. Оның жағдайы нашарлай түсті, өңі бозарып, қатты арықтап кетті. Бұл кезде Наташа жасөспірімдік шаққа жеткен еді. Бір күні ол Вольфгангтан жуынуға рұқсат сұрады. Сондай-ақ 4 жылдан бері алғаш рет күн сәулесін көргісі келетінін айтты. Вольфганг бұған келісімін берді, бірақ оған егер қашуға тырыссаң, есік пен терезелерге орнатылған жарылғыштар іске қосылады деп ескертті. Наташа алғаш рет душ қабылдап, күн сәулесін көре алды. Осы көріністе Вольфгангтың анасы оның киімінен бір тал шаш байқады. Бұл оның көңілін көтерді. Себебі ұлының сүйіктісі бар деп ойлады. Осы сәттен біз Вольфгангтың психологиялық мәселелері бар екенін және анасының бұл жайлы білетінін түсіндік. Бірақ Вольфганг ашуланып, Наташаның шашын түгелдей қырып тастауға шешім қабылдады. 1837 күн өткенде бұл Рождество мерекесімен тұспа-тұс келді. Наташа өзін қуанышты сезініп, басына тәж тағып, жалғыз өзі мейрамды атап өтті. Кенеттен бөлмеге Вольфганг кіріп келді. Ол қолына камерамен сыйлықтар ұстаған еді. «Сыйлықтарыңды аш», деді ол. Наташа сыйлықтарды ашқан кезде Вольфганг оны суретке түсіріп тұрды. Сыйлықтар 3 кітап болды. Наташа бұған қатты қуанды. Олар бірге уақыт өткізіп, мерекені атап өтті. Бірақ кейін Наташа ата-анасына қоңырау шалуға рұқсат сұрады. Вольфганг ашуланып оларды ұмыт. Олар енді жоқ. «Сенің жаңа есімің Виви», деді. Бір күні Наташа бөлмесін жаңартуға көмектесіп жатқан кезде бақшаға шығып, таза ауа жұтуға рұқсат сұрады. Вольфганг келісті, бірақ оның қолдарын өз қолына байлап қойды. Олар бақшаға шыққанда, кенеттен Вольфганг оны ішке қарай сүйреп, оған өте дөрекі қарай бастады. Ол тамақты жерге лақтырып жануарлар сияқты же, деп бұйырды. Наташаның ұрланғанына 20-29 күн өткенде, ол алғаш рет Вольфгангпен бірге супермаркетке шықты. Бірақ Вольфганг оған қоқан-лоққы жасап, «Егер біреуден көмек сұрасаң, сені өлтіремін», деді. Ол тіпті өзімен бірге тапанша алып жүргенін айтты. Супермаркетке кіргенде, Наташа айналасындағы адамдарға мұңлы көзбен қарады. Ол қалай көмек сұрауды немесе қашуды білмеді. Вольфганг оған бөлмесін бояу үшін бояу сатып алды. Содан кейін олар үйге қайтты. 21-75 күн өткен соң, бөлменің жөндеу жұмыстары аяқталды. Наташа бөлмесін көріп, қатты қуанды. Бір күні Наташа радиодан өзінің оқиғасын естіді. Ол ата-анасының оны өлді деп ойлайтынын білді. Бұл оған қатты әсер етті. Сол кезде Наташа Вольфгангтан «Неге мені ұрладың? Неге басқа біреуді емес?» деп сұрады. Вольфганг оған «Сені дүкенде көрдім. Сен печенье жеп, күлімсіреп тұрдың. Маған осы көрініс ұнады. Сондықтан мен 8 ай бойы сен үшін арнайы бөлме қаздым. Содан кейін сені ұрладым», деп жауап берді. Бір күні Наташа өзін өзі өлтіруге бел буды. Ол бірнеше майлықтарды жағып, бөлменің ішінде түтін шығарды. Бірақ түтінге шыдай алмай, өртті сөндіруге мәжбүр болды. Вольфганг бұл әрекетті біліп қойып, оны ұрып соқты. Наташа соққыларын санап, қағаз майлықтарға жазып, қорапқа сақтап жүрді. 2847 күн өткенде, Вольфганг оны коньки тебуге алып барды. Алғашқыда Наташа өте жеңіл болғандықтан, жиі құлап жатты. Бірақ уақыт өте келе ол коньки тебуді үйренді. Ол қашу үшін кез келген мүмкіндікті пайдалануға тырысты. Бір кезде Наташа Вольфгангтан дәретханаға баруға рұқсат сұрады. Ол ішке кіргенде Вольфганг сыртта күтіп тұрды. Дәретханада Наташа бейтаныс қызды көріп, одан көмек сұрады. Бірақ өкінішке орай, ол қыз шетелдік болып шықты және тілін түсінбеді. Наташа дәретханадан көңілсіз шықты. Үйге қайтқанда, Вольфганг оның қашуға тырысқанын біліп қойып, оны тағы да ұрып соқты. 3096 күн өткен соң, яғни 8 жыл 4 ай өткенде, Вольфганг Наташадан көлігін жууға көмектесуді сұрады. Оның себебі ол жұмысынан айырылып, қаржы тапшылығына ұшыраған еді. Көлікті сату үшін тазалау қажет болды. Наташа көлікті жуып жатқанда, үйдің есігінің ашық тұрғанын байқады. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, ол бірден қашып кетті. Жақын маңдағы үйлердің біріне жүгіріп барып, полиция шақыруды сұрады. Бақытына орай, полиция сол маңда жүрген еді. Наташа оларды көргенде қуаныштан жылады. Ол мен 8 жыл бұрын ұрланған Наташамын деп бәрін айтып берді. Вольфганг Наташаның қашып кеткенін білген кезде, темір жолға барып, пойыздың алдына тұрып, өзін өзі өлтірді. Полиция Наташаның ата-анасына хабарласып, олардың қызын тапқанын айтты. Ата-анасы бұған сене алмады. Олар бірден полиция бөліміне келді. Сол жерде олар 8 жылдан кейін алғаш рет қыздарын көрді. Наташаның жағдайы өте ауыр еді. Ол ата-анасын көріп, көз жасына ерік берді. Осылайша, ессіз Вольфгангтың кесірінен Наташа өмірінің 8 жылын жоғалтты. Және фильм осымен аяқталады.